Мың үйрек қанша ақша келеді? Көп адам 2 ай бойы жұмыс істеп 500-700 мың теңге табады. Ал енді бір сұрақ. Мың үйрек 2 айда қанша ақша келеді? Құр сөзбен емес, есеппен сөйлесейік. Мың инкубациялық жұмыртқа аламыз. Бір жұмыртқа 800 теңге, жалпы инвестиция 800 теңге. Орташа шығым 75% деп есептейік. Сонда шамамен 750 үйрек шығады. Үйректің артықшылығы қандай? Ол небәрі 60 күнде етке дайын болады. Орташа салмағы 2,8 кг болады. Еттің бағасын килограммы 2800 теңге деп алайық. Сонда бір үйректің сатылым құны шамамен 7840 теңге болады. 750 үйректің жалпы сатылымы 5,880 мың теңге. Бірақ осы жерде көп адам шатасады. Демек 5,880 мың теңгенің бәрі пайда екен дейді. Жоқ, енді шығындарын қарайық. Инкубациялық жұмыртқаға 800 мың теңге, жемге 2,25 мың теңге, вакцина, витамин, электр, су, төсеніш және басқа шығындарға шамамен 450 мың теңге. Жалпы шығыны 3,275 мың теңге болады. Егер бәрі жоспар бойынша болса, болжамды таза пайда шамамен 2,605 мың теңге болуы мүмкін. Бірақ мен үшін ең қызығы ақша емес, ең қызығы уақыт. Бар болған 60 күн. Көп адам осы 60 күнде тек жалақы күтеді. Сондықтан бұл кепілдендірілген табыс емес. Бірақ есепті білетін адам тәуекелді де жақсырақ басқарады. Ал енді сізге сұрақ. Егер таңдауыңыз болса, 60 күнде 2,600 мың теңгеге жуық болжамды пайда әкелуі мүмкін шаруашылықты басқарар ма едіңіз? Әлде бұрынғы өміріңізді жалғастырар ма едіңіз? Пікірге бір сөз жазып кетіңіз. Үйрек немесе жұмыс деп.